Бүгін біз сіздермен бірге медовый торт пісіреміз. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды қосамыз. Сары майымызды қосып, оның үстіне балымыз бен ас содасын салып, газда ерітіп аламыз. Ергеннен кейін оған ұн қосамыз. Және біз дайын болған қамырды 8 бөлікке бөліп, әрбір бөлігін пергаментке жайып, 180 градуста 5-6 минут пісіріп аламыз. Міне біз пісіріп алдық, біздің қоржындарымыз бір цветте болу қажет. Және мен қалған бөліктерін сақтап алдым. Енді крем дайындаймыз, оған вареный сгущенка мен қаймақ керек. Ол екеуін араластырып, тортымызды жинаймыз. Және бағана сақталынған бөліктерді жан-жағына сеуіп шығамыз. Торт дайын, лайк басып кетіңіздер.